Қаламыз күннен күнге көркейіп келеді. Жаңа баспаналар бой түзеп, қаламызда әлеуметтік маңызды нысандар салынды. Бұған қоса тұрғындардың демалысына қарапайым дүниелер де жасалып жатыр. Қураған ағаштардың орнын жас көшеттер басты. Қаламыздың әр түкпірінде гүлзарлар пайда болды. Бұл әрине атқарылып жатқан жұмыстың бір кішкентай бөлшегі ғана. Мысалға келтірсек, Ярослав Гашев көшесіндегі мына гүлзар құрылысшылар саябағы деп аталады. Айта кеткен жөн, бұрын бұл жер қоршаулы тұрған. Енді міне халықтардың игілігіне беріліп, мұнда тұрғындар өз демалыстарын өткізе алады. Балалармен, немерелермен келіп отырып, демалып, жай өзіңді шығып, ауа жұтып отырғанда өте жақсы. Бұрын бұл жерде жай қоққының санамыналар жататын, қазір міне қандай әдемі болды. Дети бегают, играют на самокатах, прекрасно. Родители отдыхают с колясками, с детьми. Ходили, сидели, гуляли. Нам понравился, он чистый. Ни окурков, ни бумажек нету. Әрине гүлзарда тек қана оқып, демалып қана қоймай, уақытты өткізе аласыз. Сондай-ақ белсенді спортқа да бет бұра аласыз. Мұнда арнайы тренажерлар да қойылған. Олардың саны әзірге 4-еу.